Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 1 сәуір 2025 жыл. Бүгінгі тақырып Назарбаев өнімі туралы. Күні кеше ораза айт күнінде аспаннан қар түскендей Назарбаевтың қасында 30 жыл жүрген Иманғали Тасмағамбетов ағамыз Мәскеуде отырып, біреулер мені әлеуметтік желіде ресейшіл, орыстың мүддесін қорғайтын саясаткер деп жатыр, деп соған орай өзінің үндеуін жариялады. Әлеуметтік желінің барлығында осы Иманғалидің сөзін жұрттың бар ілі әкетіп, ұлардай шулап жатыр. Енді Иманғали Тасмағамбетов деген кім деген сұраққа келетін болсақ, 1956 жыл дүниеге келген, міне 9 ай 1 жылдан кейін 70-ке толатын, Назарбаевтың қасында Кеңес одағы ыдырап 1991 жылдан бері қасында жүргендіктен, ол өзін Назарбаевтың өнімінің продукт Назарбаева деген адам. Ол премьер-министр, Алматы мен Астанада әкім, тіпті қорғаныс саласында министр болды. Өзі әскерге бармаған, становись, равняйсь кругом, шагом марш дегенді білмейтін адам, ешқандай әскери саладан хабары жоқ, өмірінде түк тұр, оңға солға дегенді білмейтін адам, сол қорғаныс министрлігінде басқарды. Мен жалпы мен 4 жыл шекарашылар білім жұртын бітірген әскери адаммын, негізгі мамандығым. Сол саланың тізгінін ұстағандықтан, жаңағы Иманғалиға айтарымыз, сол жердегі жүрген жігіттер, қаншама полковник, генералдар, әскерге бармаған адамның қол астында жұмыс істеу қаншалықты ауыр, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені ол саладан ол мүлдем хабары жоқ, бейхабар. Бізде мен алдын ойлайтұғым, билікке келу үшін адамда ұшан теңіз білім болу керек, сол саланың маманы болу керек деген ойлайтын едім. Сөйтсем түк керек жоқ. Әсіресе біздің Орта Азия, мына авторитарлық мемлекеттердің барлығында, Африка, мына артта қалған елдер бар ғой, Азияның көптеген, Бангладеш, Камбоджа, Үндістан, мына жағы, Шри-Ланкаға жетпестен, енді Шри-Ланка ағылшындардың отарының астында болғандықтан Ұлыбританияға алып қалды ғой сол. Ал мына жақтағы бүкіл мұсылман елдердің барлығы, мына Орта Азия, көптеген авторитарлық бір адам отыра беретін, сол бір отбасы басқаратын мемлекеттердің барлығында сол екен. Тек патшаға ұнасаң болды. Соның басы байлы иті болсаң, соны үр деген кезде үретін, тұр деген кезде тұратын. Болды, сен өсесің. Басқа оның ешқандай. Саған білім, ғылым, мамандығың маңызды емес. Сен одан қабілетің бар ма, жоқ па, сенің жаңағы ойлау көкжиегің қалай, адамдармен қалай жұмыс істей аласың, оның шаруасы жоқ екен. Тек бір адамға, бір шалға, тақта отырған шалға ұнасаң болды, бітті. Сен барлық жерге барасың, келесің. А дегенің алғыс, қара дегенің қарғыс болатын. Біз көзіміз жетіп отыр ғой. Енді одан қалай бері қарай жылжысақ, біздің қоғамның өзі самарқау, немқұрайлық өте басым. Мен талай жылдан бері зарғақсап айтып отырған дүниелерді орындамайды. Егерде біздің билік болатын болса, Тасмағамбетов премьер-министр болған кезде де, қазақтың жері сатылатын кезде де, Алматыдағы 2006 жылы Бақай мен шаңырақ оқиғасында Арон Атабектің жағдайы, кейін 15 жыл түрмеде ұстап, кейін ашаршылықтан шыққандай үйіне шығарып, дүниеден озар кезде. Осының жағдайдың барлығын қаншама бульдозермен сол жерде қарапайым халық өмір сүріп жатқан, соны бұздырған кім еді? Бұйрық Назарбаевтан істеген, жүзеге асырған Тасмағамбеттің өзі. Оны халық 20 жыл өтсе де ешкім ұмытқан жоқ. Әрі қарай кетсек, міне 2023 жылы Мәскеуге Путин шақырып алып, бірлестік одақтың төрағасы қылып сайлаған кезде де, Ресейдің Путиннің айтқан аузынан шыққан әрбір сөзін қолдап, қолапаштап отыр. Міне енді алыстан, саясаттан тым ауылы алыс адамдардың өзі, саясатпен айналысып жүргендердің өзі бәрі естіп, құлағы естеді ғой, көзі көреді. Путиннің сөздерін айтқан, қолапаштап атқан Иманғалиді енді ресейшіл демей не дейді енді? Айтсаңшы.
Енді Иманғали-ау, айналайын, жасыңыз 70-ке келді ғой. Баяғыда Бұқар жырау айтып еді Абылайға. Абылай өзің абайла, тыңшы бар дед маңайда, естіп қойса оңай ма, жыртығыңды әрдайым әке шешең жамай ма, жасың 60-тан асқанда жастарға орын бер жарай ма деп айтқан еді. 60-түге 70-ке келдіңіз. Әлі биліктен дәмеңіз орасан зор. Әлі кеткіңіз келмейді. Сол ана патшаның қасында бір жылт-жылт, мана патшаның қасында жылт. Әйтеуір солардың төңірегінде дана қазақ бір ауыз сөзбен айтады ғой. Күріштің қасында күрмек су ішер демекші. Сол күріштің қасында су ішіп жүрген күрмексіз. Басқа айтарымыз жоқ. Атам айтты, екінші дүниежүзілік соғысқа пәлен әкеміз барып қайтты, пәлентігі оның бәрі далбаса, бәріміздің әкеміз, ата бабамыз балып келген ол соғысқа. Білеміз ғой, бармаған Қазақстанда қазақтың атасы жоқ, бәрінікі барып келген. Енді шешен деп сөйлеу ол оп-оңай. Флитерде жаңағы жазып қойған сөзді былай оқып бердіңіз, оны алдын ала дайындалдыңыз. Бесенеден белгілі ғой дүние ғой. Енді оған біздің көп саясаттан хабар жоқ адамдар, ой керемет жақсы сөйлейді екен, шешен екен Иманғали деп жатыр. Ол сылдыр су ешкімге керек емес. Адам ісімен дәлелдеу керек. Осы уақытқа дейін Иманғали маған жақсылық жасады деген бір қазақты естіген жоқпын. Не баспасөзде, не басқа неде. Тек жаныңызға барып қаншама журналистер, тілші үй алып бердіңіз, кейін кілтін қайтадан алып қойғансыз. Билік алып қойған. Әйтеуір жүрген жеріңізден су шықпады. Ол бетке айту керек қой. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Осы уақытқа дейін Иманғали маған жақсылық жасады деген ешкім, биліктің қасында да жүрміз, бәр жақта жүрміз. Осынша Құдай тағала сізге осындай тағдыр берген, патшаның қасында жүру тағдыры. Бірақ соған ұлт мүддесіне мен қызмет атқардым дейсің, ешкім білмейді сізді атқарғаныңызды. Керісінше барлығы сол отырса опақ, тұрса сопақ, қазақ халқын жерден алып жерге салдыңыз. Өйткені рас түсінем, біздің қоғамда оған дайын емес. Кезінде Серікболсын Әбділдиннің артынан көтеріліп еді, жүріңдер деп еді, жүрмеді. Әкежан Қажыгелдиннің артынан жүр деп еді, жүрмеді. Кейін 2001 жылы мірдің тасындай әр ДВК пайда болды. Жас жігіттер Ғалымжан Жакиянов бастаған, Мұхтар Әблязов, мына жақтан кім Болат Әбілов шықты. Оның барлығын мықты азаматтар шығып еді. Әлихан Байменов пен Нұртөре Жүсіп мөрін, оның қағаз құжаттарын алып, Ақордаға апарып беріп, тасталқан шығарды. Сатқындық жасады. Оның бәрінен хабардармыз. Енді қарасаңыз, осының арасында осы биліктің ұстамаған тізгініңіз жоқ. Барлық жерге барсаңыз, жүрген жеріңізде су шыққан жоқ. Енді біреулерге жақсылық жасаған шығарсыз, енді бір Құдай біледі, ол бір Құдайға аян. Енді осылай қарапайым халықты кейбір бақытсыз жандар мен туралы осындай пікір қалдырып жатыр әлеуметтік желіден деп жатырсыз. Кімді меңзеп отырсыз бақытсыз жандар деп? Өзіңіз бақыттысыз ба? Патшаның қасында жүр, мен бақыттымын деп жатсыз ба? Бірақ бақыт ол меншікте олай есептелмейді. Ертең күндердің бір күнінде барлығының барар жері қара жер екен Бесенеден белгілі. Рудаки деген бір данышпан өткен. Баяғы осыдан 10 ғасыр бұрын. Омар Хайям Фирдаусидің заманында. Сол Хусейн деген патшаны сынап жүреді екен өлеңмен. Сөйтіп шақырып алып нөкерлерімен. Соңғы сөзіңді айт дегенде Рудаки айтқан екен. Адамның көп уақытын ұрысалар, біліп қой көлгірсеген тұрмыс қалар. Бәрібір барар жерің сыз қара жер, достарың көрде құрт пен құмырсқалар деп астындағы орындықты бір тебет, сөйтіп асылып қалады Рудаки. Сөйтіп дүниеден өзіп кетеді. Оны тарихтан білеміз, оқығанбыз. Сол секілді Иманғали ағамызға айтарымыз, енді сіз қарапайым халыққа қазақ айтады, битке өкпелеп тоның жақпа дейді. Сондықтан сіз халыққа не жаңағы сынды көтере алмай, болмаса сіз туралы әлеуметтік желіде толып жатыр ғой, қаншама дүниелер айтылып жатыр. Соған өкпелеген бала секілді 70-ке келіп тоңқылдап отырсыз. Ол ер азаматқа жараспайды деп ойлаймын енді. Жеке пікірім. Енді 23-24 сәуір күндері Астанада Тоқаев жинап жатыр.
Ассамблея народов Казахстана деген. Сол жерде референдум өтеді. Ол алдынан өтіп қойған. Ол шешіліп те қойған. Союзный государство дейді, яғни біріккен. Ресейге апарып Қазақстанды қоспақшы болып жатыр. Ол айдан анық, күнне жарық дүние. Қойдың өзін бауыздап жатқан кезде тұяқ серпейді. Сол секілді мың өліп мың тірілген қазақ бұдан кейін тәуелсіздік алуы неғайбыл. Мүмкін емес. Ең соңғы демі осы 23-24 сәуір күні анық болады деп ойлаймыз. Сондықтан көкірегі ояу, көзі ашық ер азаматтарға ұсынысымыз: бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір адамның баласындай, бір қолдың саласындай бірлік ынтымақта біз мына тәуелсіздіктен айырылсақ, енді қайтып келмейді бұл. Маңдайының соры 5 елі, 5 мемлекет болса, соның біреуі қазақ елі. 2 мемлекет болса, соның біреуі қазақ. Біреу болса, тап жалғыз сол қазақ елі. Өйткені қазаққа Алла тағала сонша мүмкіндік беріп отыр, 30 жылдан астам уақытта өз тізгінін ұстай алмады. Назарбаев 30 жылда сатып кетті. Тоқаевтың кімге бағынатын бесенеден белгілі. Енді біздің соңғы деміміз 23-24 сәуір шығайын деп тұр. Сондықтан осы кезде соңғы дем ышқынып, бірігіп, алға ұмтылмаса, өз үйіңде диванда жатып, тәуелсіздік өзінен өзі алма аузыма түс деп жатсаң, атаңның басы түседі. Енді айырылсақ, қайтып келмейді. Сондықтан қолдан келе дәрмен жоқ дейді қазақ. Сондықтан білмеймін не болатын уақыттың еншісінде. Сіздермен болған Жұмамұрат Кеңесұлы Шәмші. Лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Сау, саламат болыңыздар.